Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, сіздермен бірге мен Әсел, және де бұл профкаст. Бүгін бізде ерекше қонақ, себебі ұстаздар күніне орай бізде Әлихан Бөкейхан университетінің түлегі және де жеңіл атлетикадан балалар жасөспірімдер спорт мектебінің оқушы жөніндегі орынбасары Ақерке Серікхановна. Қош келдіңіз, Ақерке ханым. Сәлеметсіздер. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Жалпы енді біздің сұхбатымызды бастамас бұрын сізді бүгінгі келіп жеткен ұстаздар күнімен де құттықтаймыз. Өздеріңізге де. Рахмет. Жалпы енді сұрақтарға көшпес бұрын өзіңіз туралы көрермендерімізге қысқаша таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Ақерке Серікхановна. 1994 жылы 19 майда өмірге келгем. Мен өмірім спорттен, тек қана спортпен байланысты. Өзіміз бала кезден әкеміз спортқа бейім қылып бізді тәрбиеледі. Өзі әкеміз спортсмен, біз соған қарай бізде ыңғайландық. Енді 2013 жылы осы Әлихан Бөкейхан университетіне дене шынықтыру және спорт мамандығына оқуға түстім. Содан бері осы оқуға түскеннен бері менде спорттың қай түрін таңдарын білмей жүргем. Сол кезде бізге ең бірінші Сансызбай Сембинович деген біздің кураторымыз болды. Сол кісі айтты, осы сен күрес жағына ыңғайың бар, осы күреске барсан жақсы болатын еді деп. Ең бастысы сол кісі себепкер болды. Одан спортқа келгеннен кейін өзімнің ұстазым Меруерт Хамидхановна деген ұстазым болды. Сол кісі ары қарай күресті дамытуға үлесін қосты. Керемет. Бірінші сұрағыма көшетін болсам, Әлихан Бөкейхан университетінде алған біліміңіз сіздің осы жалпы қызметіңізде, кәсіби және спорттық жолыңызда қалай әсер етті? Бұл дене шынықтыру мамандығы ең бастысы адам бұнда танылған ғой. Спорт ең бастысы денсаулыққа кепілін тигізеді. Енді спортпен осы университетке түскелі тек қана өмірім спортпен ғана байланысты. Енді не деп айтсам болады, осы университетке түскеннен кейін белгілі бір мамандық таңдағаннан кейін дене шынықтыру деген осы мамандықпен жұмыс істегеніме мен 9 жыл болды, Алла бұйыртса. Тамаша. Жалпы енді сіз дзюдомен айналысасыз, иә? Осы дзюдоға қалай келдіңіз және де қай кезде басталды осының барлығы? Бұл 2010 жылы. Оған дейін сол айттым, о спорттың қандай мамандығына барсам деп жүргем. Жүгіруге де бардым, төбелесуге де бардым. Ақырында осы дзюдо күресін таңдадым ғой. Тамаша. Ендеше келесі сұрағым, осы дзюдодағы қандай маңызды жетістіктерге жеттіңіз? Осы түспен бөліссеңіз. Осы дзюдо күресінен мен спорт шеберіне үміткер деген атақты алдым. Әрине, бұл спорт шебері деген сол кездегі өзіміздің ол деңгейге жетуде бір үлкен белес болатын. Әр спорттың өзіндік қиыншылығы бар. Неше түрлі этаптардан өттік, жеңілдік, жеңдік дейді. Сол спорт шеберіне үміткер атағымен шектелдік. Тамаша. Жалпы енді бұл сіздің тұлға ретінде қалыптасуыңызға қалай әсер етті өміріңізде? Білмеймін, дзюдо спорт түрін бүкіл енді бұны әрине ер адамдар түсінбейді, қыз бала неліктен осы спортта жүр деп. Білмеймін, өзіме сол әкем айттым ғой, бірінші себепкер әкем болған, осы күреске қыз баланың жұлысып жүрген дұрыс емес дейді. Білмеймін, өзіме ұнады, өте әдемі күрес, және олимпиадалық, және осы Елдос Сметов дейді ғой, олимпиада чемпионы болды. Сондай бір дәрежеге жеткім келді. Әрине, енді әйел адам болғаннан кейін отбасы құрдық, енді балалы, шағалы болдық. Енді ары қарай өзімнің бала шағамды осы спортқа берсем деген бір арманым бар. Керемет, арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Жалпы енді келесі сұрағым, енді университет қабырғасына көшейік. Өзіңіз студент кезіңізде жалпы осы дзюдомен, спортпен сабақты қатар алып жүру қиын болды ма? Әрине, оның әртүрлі қызықтары болды. Дене шынықтыру мамандығы дегенді тек қана спортты ғана көрді, жоқ, өнерден де сахнадан да бізді алып шығатын сол кездегі біздің ұстаздарымыз. Біздің группамызда бір Мақсат Қапезов деген бала болды.
Жігіт Сұлтаны болды сол кезде, өнерлі, сондай өлеңгиде, қазіргі таңда өнер жолында жүр. Сонымен қатар бізде осы университетте жұмыс жасайтын Сархат Нұрсәуле деген қазір кудо спортын алып жүр, жекпе-жек деген. Сол группаласым болды. Көп талай жетістікке жеткен қызықты шақтарымыз болды. Ең бастысы сол Сансызбай Сембиевич кураторымыз, бізді талай сүйреді ғой. Тамаша, керемет. Жалпы енді қазіргі таңда қызметіңізге осы дзюдо саласы және де жеңіл енді спорт саласы өзіңіздің өміріңізге қалай әсер етіп жатыр, және де оның қандай тұстарын қолданып жатсыз қазіргі таңда? Дене шынықтыру мамандығын таңдағаннан кейін осы таңда ең алғаш жаңа айттым ғой, садикте дене шынықтыру мұғалімі болдым. Одан кейін 15-ші жылдан бастап 22-ге дейін әдіскер нұсқаушы болдым. Осы спорт, дзюдо күресінен, әртүрлі мамандықтан. Одан кейін міне жеңіл атлетика спорт мектебі ашылды қаламызда алғаш рет. Сол мектепте оқушы жөнінде жұмысымды атқарып жатырмын. Тамаша. Енді кезекті сұрағым, жалпы енді қазіргі ұстаздарыңыздың өмір, яғни осы университет қабырғасында ұстаздарыңыз қай ұстаз өзіңіздің есіңізде қалып қалды, және де қай ұстазды ерекше айтып бере аласыз, есіңізде қалған? Ол кезде ұстаздар өте көп болды. Роза Жақпековна деген анатомиядан сабақ берген. Роза Жақпековна ол кісі өте сол сабағын өзі сүйіп бізге түсіндіріп, сендер болашақ ұстасыңдар, сендер анатомияны білу керексіңдер, бала адамның каждый точкасын білу керексіңдер деп. Сол Роза Жақпековна көп алғысымды білдірем. Одан өзімнің ең бірінші сүйікті кураторым Сансызбай Сембиевич, сосын Айдын Жұмаханович деген тоже ұстазымыз болды, өте көңілді. Одан Айнұр Қыдырмолдина деген бізде ұстазымыз, ол қазір ол кісі Астанада, өте білімді, ол кісі бізге сабақ берген. Бүкіл дене шынықтыру мамандығы білетін шығар, тасбақаны қалай біз зерттедік, бәрі білет. Сондай қызықты шақтар болды. Оны бәрі спортсмен білет деп ойлаймын, осы дене шынықтыру мамандығы оқығандар. Енді сол кісілерге алғысымды білдірем. Тек қана биіктей самғай берсін, ұстаздары білімді білікті көп болсын. Тек қана қуаныш, бақыт, табыс тілеймін. Рахмет үлкен. Жалпы енді сіз дзюдомен айналыстыңыз, осы дзюдомен айналысқан кезде сізде табандылықпен тәртіп бойыңызда қалыптасады. Осы қырларыңыз сіздің өміріңізде қазіргі таңда қалайынан көмектеседі? Және жұмысыңызға болсын, күнделікті өмірге болсын. Енді дзюдо күресінше өмірді пайдалансам дұрыс болмайды ғой. Және жалпы оның табандылығын айтам да. Спорт деген ол кез келген адамды енді өз түсінігім бойынша мен ойлаймын, шыдамдылыққа, төзімділікке, ана айтады ғой, қайғы мен қуанышта деп, тек қана төзімділікке, ол сен спортсменсің ба, сен бәріне көну керексің. Өмірде неше түрлі болады. Енді сен айттым, қайғыда, қуанышта, соның бәрін төзе біліп, ақылмен шешуге тырысам. Енді дзюдомен нететін болсам дұрыс болмайды. Дұрыс. Рахмет. Жалпы енді келесі сұрағым, осы спорттағы және ұстаздық жолдағы ең үлкен мотивацияңыз қандай өзіңізде? Менде тек қана алға, биікке самға деген өзімнің бір сондай ұстанымым бар. Ешқашан мұнайма, тек өмірде сені мұнайтатын адамдар болады, қуантатын емес, сен өз-өзіңе қуантуға және жетелейтін де өзіңсің деп. Балаларға, өзге жастарға үлгі болатындай өмір сүр деп өз-өзіме сондай мотивация беремін. Тамаша. Өте жақсы мотивация. Енді келесі сұрағым, енді жалпы бүгін ұстаздар күні болғандықтан, өзіңіздің ұстаздарыңызға және де жалпы барлық ұстаздарға өзіңізден тілегіңіз болса, мархабат, бір-екі ауыз сөзбен құттықтап кетсеңіз болады. Мен енді өзімнің анам да ұстаз, ең бірінші анамды құттықтаймын. Анам айтады, сендерді осындай неге жетелеу үшін мен ұстаздық өмірімді қолға алмадым деп, сол ең бірінші анама рахметімді айтам. Бізді тәрбиелегеніне, екінші осы спортқа жетелеген, спорттық өмірді көрсеткен
өзүмдүн устазым Меруерт Хамидхановна деген. Одан кийин жанагы айттым ғой, кураторум деп Сансыбай Сембиничке алгысымды көп билдиремин. Ар качан мени кет кылсак да әлі күнге дейін хабарласып, бір-бірімізден сұрасып, білісіп отырамыз. Әлі білмегенімізді сұраймыз кураторымыздан. Енді тек қана барлық ұстаздарға алғысымды білдірем. Тек қана шәкірттері білімді, білікті көп болсын дейм. Әлихан Бөкейхан университетіне оқуға шақырамыз. Жаңағы дене шынықтыру мамандығы дейді. Осы университетке өзімнің туған сіңілім де, өзімнің туған бауырым да оқып жатыр. Енді тек қана сәттілік тілеймін, өздерінің мақсаттарына, армандарына жете берсін деймін. Көп рахмет сізге. Анаңызды да құттықтаймыз ұстаздар күнімен. Жалпы енді құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Профкаст подкасты, және де біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.